Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабаларын әрдайым жамағат намазына қызықтырған. Ғалымдарымыз мынандай керемет сөз айтады. Қандай да бір мешітке жамағат жиылып, имамның ниеті дұрыс болып, бүтін жамағаттың ниеті дұрыс болмаса, имамның ниетінен бола Құдай тағала қабыл етеді дейді. Ал енді бір мешітке қандай да бір жамағат жиылып, имамның ниеті дұрыс болмады, бірақ жамағаттың ниеті дұрыс болғандық себепті Аллах тағала сол намазды қабыл етеді дейді. Ал енді үшінші, қандай да бір мешітке жамағат жиылып, имамның да жамағаттың да ниеті дұрыс болмаса, Аллах тағала солардың жиылғандығы себебі намазын қабыл етеді дейді. Сол себеп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, жамағат намазы жеке оқыған намаздан 27 есе сауабы артық дейді. Сондықтан құрметті мұсылман бауырлар, жамағат намазы кейде үлкен күнәні өзін кешіріп жіберіп жатады. Сондықтан мешіттегі жамағат намазынан қалмайық бауырлар.